Iya. Жансейіт Қансейітұлы, Ерлан Әбілпайызұлы, сіздерге, мына бүгінгі жиналған қауымға, әріптестерге, студенттерге көп рахмет. Бұл өте үлкен тарихи күн. Ыдырыс оқулар десе де, соғыстың 95 жылдан қалған конференция десе де жарасатын нәрсе. Өйткені мен ол кісіні өткен ғасырдан 31 жыл, 1969 жылы біз журналистика факультетіне келіп түстік. Тура сол ауыл шаруашылық жұмысына алып барған Әбілпайыз аға болды. Одан қайтқаннан кейін де сол курстың кураторы болды. Содан бастап өткен ғасырда 31 жыл, бергі ғасырда 20 жыл білетін адам, сонда 50 жылдан аса. Бұл кісі менің ұстазым, әрі аға досым. Өйткені бұл кісінің мінез құлқын, дәріс оқитын тәжірибесін, жалпы практикалық журналистикадағы іс тәжірибесін, жаңағы 50 жылдың ішіндегі жүріп өткен жолын өте анық білемін. Өйткені Әбілпайыз ыдырыстай біздің журналистика факультетінде алдынан көп студенттер өткен бірде-бір тұлғаны білмеймін. Мәселен, кейбір ғалымдар лекциясын оқиды, сосын өзінің басқа жұмыстарына айланысып кетеді. Ал біздің Әбілпайыз ағамыз журналистика факультетінің еңбек торысы десе болады. Оны енді осында отырған шәкірттер дәрісін тыңдаған білетін шығар. Ертеден қара кешке дейін дәрісін оқып біткеннен кейін де Әбдірахман Қайыркен деген ағамыз болды, Қайыркен. Иә, сол кісі екеуі факультеттегі ұйымдастыру жұмыстарының бәрі осы екі кісісіз өтпейді. Темкен декан болғанда да, Талмас Салықбай Шаман Досыпбек декан болғанда да, одан кейінгі Сағынбай болды, мен болдым, Прикуновтар болды басқа. Бәрінде де ұйымдастыру жұмыстарының басы-қасында тәжірибелі студенттерді түгел білетін, орыс қазақ демейтін. Ал енді біздің кейбір оқытушыларды студенттерімізде тани бермейтін, ол кісілер де барлығын бірде білмейтін. Әбекеңді білмейтін, жаңағы 50 жылда бірде-бір студент болған жоқ деп мен кәдімгі сеніммен айтамын. Өйткені мына қараңыздар, еңбек торысы болғанда, онда әртүрлі мінезді шәкірт кездеседі ғой. Ал енді солардың естідіңіздер ме? Маған айтыңыздар, егерде мен өтірік айтып тұрсам. Біреуінің бір көңілі қалып, қышқыл әңгіме айтқан Әбекең туралы жоқ. Мен де сол кісінің жанында жүрдім ғой, бірақ тура менің алдымнан өткен студенттердің мінез құлқыменен, олардың тұрмыс тіршілігіменен, олардың оқуын Әбекеңдей білген жоқпын. Ол кісіден жас болсам да, ол кісіден көрген студенттерге көбірек араластым деп ойласам да, сондықтан бұл кісі жас, кәрі демейді, әсіресе студент жастардың қамқоршысы болды. Біз бүгін осы нәрсені дұрыс айтуымыз керек. Ана кітап жазды, мына кітап жазды дегенді айтуға болады ғой, әрине. Әсіресе ол кісінің екінші тынысы ашылды ғой. Оны білеміз қалай. Тіпті көңілін сұрауға барған кезде, қатты ауырған кезде, намаз мына балконнан секіріп кеткім келеді мен деп, төсектің басына ана жігітті байлап қойып, тұруға шама жоқ, қолының да қаруы бар. Сол өзін кәдімгі құрыш қалай шынықты дегенде шынықтырды. Соның бәрін жеңіп, кейін қандай анау Таңшолпан деген 4 том білесіздер. Сол сияқты көптеген дүниелерді өмірге келтірді. Қайтадан дәрісті оқыды, қайтадан қатарға қосылды, қайтадан үлкен ғылыми тәжірибелік конференцияларда, әртүрлі кездесулерде Әбекең кәдімгі бұрынғыдан да теңіз кең ашылды. Сосын бір қазақтың мақалы бар. Жақсы бала есіктегі басы төрге сөйлейді, жаман бала төрдегі басы есікке сөйлейді деп. Ерлан Әбілпайызұлы, сізге көп рахмет.
ол кісінің басы есікте болған жоқ. Ол кісі енді елдің алдына шығып кетпесе де, жаңағыдай студенттердің ең сүйікті, бәрі жақсы көретін, бәрі қадірлейтін, бәріне қамқоршы болған ұстазы болды. Сіз ал енді сол кісі бізге өзің туралы МГИМОда оқып жүрген кездегі өзіңнің жетістіктеріңді айтып қуанған кезде, Москваға барып келген сапарын айтқан кезде тамсанып, бәріміз аузымыздан суымыз ағып, сол кісіні керемет тыңдайтынбыз. Сондағы өзіңнің жетістігіңді, оқуыңды, мықты оқитыныңды айтып қызықтыратын. Кейін сол өреден шықтым. Өзіңді де көтердің, еліңді де, әкеңді де бөлек. Академиктер, үлкен жаңағы Қабдоловтар, одан да үлкен кісілер сыйлап өтті. Бұрын енді еңбегіменен өзі еленсе, кейін осындай балаларды тәрбиелеген керемет ұстаз болды деп. Міне ол кісінің осындай әсіресе студенттерде емтиханда қабылдады. Темкең фельетоннан қабылдайды, ол кісі очерктен қабылдайды. Сонда Темкең енді талапты қатты қояды ғой. Жасыратын жоқ, кейде Темкең қатал болам деп қатыгез болып кететін жағдай болады. Сонда соны білдіртпей, мәмілегерлікпенен жай бақыстап, баланы да ренжітпей, Темкеңді көңілін қалдырмай, ортадан жіңішкелеп жол тауып, сөйтсе мына Ерланның дипломат болуы әкесінің қанынан екен. Осындай жерлерде кәдімгі білдіртпей жіберетін. Әйтпесе Темкеңнің талабына шыдап отырудың өзі қиын. Өйткені екеуі бірге оқыған, құрдас қой, қалай айтам десе де, ол кісінің мүмкіндігі бар, сөзде табады, беделді жетеді. Бірақ соның барлығын жай бақыстап, мәмілегерлікпен шешеді. Енді мынандай 90 жылдығы өтті, 95 жылдығы болып жатыр. Осындай кезде шынында Ыдырысов оқулары, Бекқожин оқулары, Амандосов оқулары, Қожекеев оқулары, Барманқұлов оқулары десе жарасады. Енді басқа оқуларды білмеймін, сөзі шыны керек. Тым оның көбейтіп жіберуге де болмайтын шығар, оның қадірі кетеді. Бұл енді оқушысына, оқитын адамына байланысты, тыңдаушысына байланысты. Жаңағы сөз тыңдаушы сөз дегендей, біздің журналистика факультетінің студенттері әр уақытта ұстаздың қадірін білген. Жаңғыр айтып отырған, басқа әдебиетшілер айтып отырған Зекең, мен декан кезінде журналистика факультетіне дәріс оқығым келеді деп шынын айтатын. Енді қазір бізде журналист қыздар көбейді ғой, ол кезде сөздің шыны керек, ұлдар көп болатын. Содан ба, оның үстіне ол журналистика факультетінің студенттері көбісі бұқаралық ақпарат құралдарында істейді. Ересек, сөз қадірін кішкене жақсырақ түсінеді, біледі, өздері бірдеңе жазып жүргендер. Сондықтан ондай аудитория әр уақытта кісіні дұрыс дәріс оқуға итермелейді. Міне осындай Әбекеңнің енді айта берсе көп қырларды не-ақ қояйын. Әсіресе ауырғаннан кейін қайта екінші тынысының ашылуы, анау ауруды жеңуі, ал енді өмір бақиғы бала жағында болуы, студент жағында болуы. Ол кісі тек ұстаз ғана болған жоқ. Талай ол кезде жатақхана жетпейді. Балаларымыз қиналып жүретін кездер болады. Сонда сұрастырып, мына баланың жататын жері жоқ екен деп, шамаданын көтеріп факультетке келетін. Сонда Қайрекең шамаданын көтереді, Әбекең жанында жүреді. Сөйтіп апарып ол жатақхананың қайда екенін білмейді. Коменданттардың бәрін біледі ғой, олар сыйлайды. Апарып мынау бір-екі күн тұра тұрсын деп, өзінің кәдімгі ауылдан келген баласындай апарып орналастырып, ол бір жай тауып кеткенше тыным таппайды. Ал осының бәрі адамгершілік емес па? Қазір біздер сондайды осындай азайып баратыр деген жоқпыз ба? Қазір кімнің не болып отқанынан жұмысымыз жоқ.